Жансүгуров колледж окутуучусу Айдана Нурланова. Сабактын такырыбы аныкталган интеграл. Багалоо парагы сабакка катышуу, үй тапшырмасын орундоо, белсендилиги, сурактарга дурус жооп берүү, өз пикирин билдирүү баардыгы жыйынтыгында 5 балл. Бүгүнкү сабактын такырыбыбыз аныкталган интеграл. Сенин мен керетинин Ньютон-Лейбниц формуласын пайдаланып аныкталган интегралды эсептөө. Сенин билетинин алгачкы функциянын және аныкталмаган интегралдын касиеттери. Келесі сабакта кайталай өтейик. Алгачкы функция дегенimiz не? Алгачкы функциянын геометриялык мағынасы кандай? Аныкталмаган интеграл дегенimiz не? Интеграл таңбасы калай белгиленип жазылады? Интегралдау деген не? Интегралдауга кері амал кандай амал? Осы сурактарга жооп берейик. Ал енді бүгүнкү такырыпка айта кетсем, бейне баянга назарларыңызды аударууну сураймын. Жалпы түрдегі анықталған интеграл келесідей жазылады. Берілген интегралдың анықталмаған интегралдан айырмашылығы қандай? Интегралдаудың шектері қосылды. Интегралдаудың төменгі шегі стандартты түрде А әрпімен белгіленеді. Интегралдаудың жоғарғы шегі стандартты түрде Б әрпімен белгіленеді. АБ кесіндісі интеграл кесіндісі деп аталады. Есте сақтаңыз, анықталған интегралды шешу дегеніміз санды табу. Ньютон-Лейбниц формуласы анықталған интегралды шешуге мүмкіндік береді. Анықталған интегралды есептеудің алгоритмін қарастырайық. Біріншіден, алғашқы интеграл таңбасының астындағы функцияны табамыз, яғни анықталмаған интегралды есептейміз. Назар аударыңыз, С тұрақтысы анықталған интегралда қосылмайды. Белгіленуі техникалық түрде берілген және тік таяқшасы ешқандай математикалық мағына бермейді. Жоғарғы шектің мәнін алғашқы функцияға қоямыз, fb. Төменгі шектің мәнін алғашқы функцияға қоямыз, fa. fb минус fa функциясының айырмасын есептейміз. Яғни, анықталған интегралдың мәнін беретін санды табамыз. Назар аударыңыз, егер интегралдау кесіндісі интеграл таңбасының астындағы функциясының анықталу облысына кірмесе, интеграл барлық уақытта табыла бермейді. Мысалы, шектері минус 2-ден 3-ке дейін интеграл тангенс x dx интегралы жоқ. Себебі x тең минус пи бөлінген 2 және x тең пи бөлінген 2 нүктелерінде минус 2 мен 3 аралығындағы кесіндіде тангенстің мәні болмайды. Есте сақтаңыз. Анықталған интеграл бар болу үшін, интеграл таңбасының астындағы функцияның интегралдау кесіндісінде үзіліссіз болуы жеткілікті. Анықталған интеграл интегралдаудың айнымалысына тәуелді емес. Егер анықталған интегралдың интегралдау шектері тең болса, онда мұндай интеграл нөлге тең болады. Егер интегралшы функция x-тен f тең c тұрақты болса, онда бұл функцияның AB аралығында анықталған интегралы тұрақты c-ні b минус a кесіндісінің ұзындығына көбейткенге тең. Тұрақты көбейткішті анықталған интеграл таңбасының алдына жазсақ болады. Егер анықталған интегралдың интегралдау шектерінің орындарын ауыстырсақ, онда интеграл таңбасы қарама-қарсы таңбаға ауысады. Егер y тең x-тен f функциясы AB аралығында интегралданатын болса, онда c AB кесіндісіне тиісті теңдік орындалады. AB аралығындағы функциялардың суммасының интегралы әрқайсысының жеке интегралдап алғандағы қосындысына тең. AB аралығындағы функциялардың суммасының интегралы әрқайсысының жеке интегралдап алғандағы қосындысына тең. Теорема. Егер y тең x-тен f функциясы AB аралығында интегралданатын болса, онда сондай эпсилон AB кесіндісіне тиісті нүкте табылады және мына теңдік орындалады. Егер
y тең x-тен f функциясы белгілі бір a-b аралығында таңбасын сақтайтын болса, онда анықталған интегралдың таңбасы осы аралықтағы интеграл таңбасы астындағы функцияның таңбасымен бірдей болады. Егер a-b аралығына тиісті кез келген x үшін x-тен f бір функциясы кіші немесе тең x-тен f 2 функциясы теңсіздігі орындалса, және f1 мен f2 a-b аралығында интегралданса, онда a-дан b-ге дейінгі x-тен f бір функциясының анықталған интегралы да a-дан b-ге дейінгі x-тен f 2 функциясы анықталған интегралынан кіші немесе тең болады. Егер y тең x-тен f функциясы a-b кесіндісінде өзінің ең кіші m және ең үлкен m мәнін қабылдаса, онда теңсіздік орын алады. Анықталған интегралдың абсолюттік шамасы интеграл іші функциясының абсолюттік шамасынан аспайды. X-тен f тең 2x плюс 1 болсын делік. F функциясының әрбір алғашқысы x квадрат плюс x плюс c түрінде болады. F функциясының 1-ден 3-ке дейінгі аралығында анықталған интегралын есептеу үшін 3 функцияның мәнін есептеп көрейік. Оны келесі түрде есептеуге болады. Жалпы айтқанда, егер x-тен үлкен f және x1-ден үлкен f функциясының 2 алғашқысы болса, және a мен b нақты сандар болса, онда біз келесідей жаза аламыз. Бұл анықталған интегралдың мәні осы формуламен бағаланатынын және үлкен f функция алғашқысының таңдауына тәуелді емес екенін көрсетеді. Сәлеметсіздер ме? Төменгі шегі теріс таңбалы анықталған интегралды есептеген кезде жиі қиындықтар туындайды. Төменгі шегі теріс таңбалы болғанда есептеу ыңғайлы болды ма? Жоқ, онша емес. Таңбада қате жіберу ықтималдығы туындайды. Нөлді қою әлде қайда жеңіл және ыңғайлы болады. Нөлге қатысты симметриялы кесіндіде жұп функцияның анықталған интегралын есептеудің жеңіл әдісін ұсынамыз. Көрнекі болу үшін қисық сызықты трапецияның ауданын табу мысалын қарастырайық. Бірінші мысал. -2-ден 2-ге дейінгі кесіндісінде f от x тең болады 4 азайту x-тің 2 дәрежесі параболамен және ox осімен шектелген жазық фигура ауданын қарастырайық. Фигура oy осіне қатысты симметриялы. Оның ауданын табу үшін -2-ден 2-ге дейінгі 4 азайтылған x-тің 2 дәрежесі dx анықталған интеграл түрін шешу қажет. Интегралдау кесіндісі нөлге қатысты симметриялы. Анықталған интегралдың мәні ұсынылған суретте жасыл түспен штрихталған жазық фигураның ауданына тең. Көрініп тұрғандай, көк түспен штрихталған фигураның ауданын есептеп, нәтижесін 2 еселеу жеткілікті. Яғни, егер интеграл астындағы функция нөлге қатысты симметриялы кесінді бойынша жұп болып табылса, онда интегралды кесіндінің жартысы бойынша есептеп, нәтижесін 2 есе арттыруға болады. Шешімі: 4 азайтылған x-тің 2 дәрежесі dx функциясының -2-ден 2-ге дейінгі интегралын есептеу үшін кесіндінің жартысы бойынша есептелінген интегралды 2 еселейміз. Сонда 0-ден 2-ге дейінгі 4 азайтылған x-тің 2 дәрежесі dx функциясынан шыққан интегралды 2-ге көбейтеміз. Интеграл астындағы алғашқы функцияны табамыз. 4-тен алғашқы функция 4x азайтылған x-тің 2 дәрежесінің алғашқы функциясы 3-тен x 3 дәрежеге тең. 0-ден 2-ге дейінгі аралықтағы нәтижесін 2-ге көбейтеміз.
Жоғарғы шектің мәні 2-ні x орнына қоямыз. 2 көбейтілген 8 азайту 3-тен 8 шығады. Нәтижеден төменгі шек 0-ді қойғанда шыққан мәнді 0 азайту 0 азайтамыз. Сонда 2 көбейтілген 3-тен 16 тең болады, 3-тен 32 тең болады 10 бүтін 3-тен 2. Жауабы 10 бүтін 3-тен 2. Осыған ұқсас кез келген жұп функцияның 0-ге қатысты симметриялы кесіндісі бойынша анықталған интегралды есептеп шығаруға болады. Енді графигін салмай, өздігінен жаттығуға берілген қысқа мысалды қарастырайық. Екінші мысал. 2 көбейтілген x-тің 4 дәрежесі азайтылған x-тің 2 дәрежесі қосу 3 dx функциясынан -1-ден 1-ге дейінгі анықталған интегралды табу керек. Шешімі: бұл функция алдыңғы мысалдағыдай -1-ден 1-ге дейінгі кесіндісінде симметриялы жұп болғандықтан интегралды есептеп шығаруды жеңілдете аламыз. 2 көбейтілген x-тің 4 дәрежесі азайтылған x-тің 2 дәрежесі қосу 3 dx функциясының -1-ден 1-ге дейінгі интегралын есептеу үшін 2 көбейтілген x-тің 4 дәрежесі азайтылған x-тің 2 дәрежесі қосу 3 dx функциясының 0-ден 1-ге дейінгі интегралын 2-ге көбейтсек жеткілікті. Сонда 5-тен 2 көбейтілген x-тің 5 дәрежесі азайту 3-тен x-тің 3 дәрежесі қосылған 3x 0-ден 1-ге дейін тең болады 2 көбейту 5-тен 2 азайтылған 3-тен 1 қосу 3 азайту 0 тең болады 2 көбейтілген 15-тен 46 тең болады 15-тен 92 тең болады 6 бүтін 15-тен 2. Бұл әдіс есеп шығаруды жеңілдетуге және төменгі шегі теріс таңбалы интегралды есептеу кезінде қателер жібермеу мүмкіндігін береді. Сонымен қатар ұлттық бірыңғай үй жұмысы 2 жаттығудан тұрады. Екінші